Біз шүкіршілік еткен сайын Алла тағаланың бізге берері де көбейеді түседі екен ағайын. Аллаға шүкір дейміз, мінекей Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты зекет қорының ел үлесі пәтерге жобасы бойынша 123 баспанада беріліп үлгерді. Бұл баспана Талдықорған өңіріне қарасты Көксу ауданы Жарлыөзек ауылының тұрғыны 6 ай бұрын отағасынан айырылған 3 баланың анасы Ақбергенова Зәуреш Төлеутай қызына табысталды. Көпшілік ықыласына бөленген осынау игі жобаға жамағаттың ауыл адамдарының ат салусына ұйытқы болған Көксу ауданының бас имамы Еділбек қажының, ауыл имамы Едіге және аудандық зекет өкілі Бақыт бауырымыздың еңбегін ерекше атап өткіміз келеді. Зекет қоры бөліміне рахмет сіздерге, көмектескендеріңізге. Сіздерге де барлықтарың денсаулық тілеймін, барлықтарыңызға да. Жесір ана, жетім бала жыламасын өмірде. Игі шараға сол ауылдан шыққан аудандық мәслихат депутаты болған ағамыз, ауыл әкімі де куә болып, баспаналы болған отбасыға ауыл әкімдігі газ құрылғысын, ауылдық мешіт шаң сорғыш сыйлады. Жиын соңы жайылған дастарханмен жалғасып, көпшілік ақсақалдардың бата беруімен тарқасты.